Қапал кәсіптік техникалық колледжі, мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. Мен арнайы пән мұғалімі Кезайбек Мәулен Менхатұлы 19-шы топқа арналған машиналарға техникалық күтім және жөндеу пәнінен қашықтықта оқыту сабағын ұсынамын. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автомобильдің басты берілісі, дифференциалы және құрылысы. Бүгінгі сабақта қарастыратын сұрақтар: басты беріліс, дифференциал, басты беріліс пен дифференциал ақаулықтары. Яғни осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Автомобильдің басты берілісі, дифференциалы және құрылысы. Автомобильдің басты берілісі айналу моментін үлкейтіп беруге және оны жарты осьтерге 90 градуспен бұрышпен жеткізуге арналған. Мына схемада автомобильдің басты берілісінің жұмыс сызбасы көрсетілген. Осы схеманы өздеріңізге дәптерлеріңізге түсіріп жазып алыңыздар. Басты беріліс жетекші және жетектегі тісті тегеріштіктен тұрады. Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу моменті ілініс, беріліс қорабы және кардандық берілістер арқылы әркез іліністе болатын қисық тісті тегеріштік жұбына беріледі. Жаңағы алдыңғы суретте екі дөңгелекте бірдей бұрыштағы жылдамдықпен айналады. Ал егер автомобиль бұрылған кезде дөңгелектер әртүрлі жылдамдықпен айналу керек. Мысалы, ойыншық машинаның әрбір бұрылысында екі дөңгелектің біреуі сүйретіліп, артынан қара із қалдырады. Кәдімгі шын автомобильдің бұрылыстағы қалдырған ізіне анықтап көз салсақ, ішкі дөңгелекке қарағанда сыртқы дөңгелектен бұрылыстың орталығына дейінгі арақашықтық едәуір үлкен болады. Бұдан түйетініміз, ойыншыққа қарағанда шын автомобильде бұрылу кезінде дөңгелектер асфальтта ешқандай із қалдырмайды. Мұндай механизмді дифференциал деп атаймыз. Дифференциал автомобильдің дифференциалы автомобильдің бұрылысы кезінде немесе тегіс жолдармен жүрген кезде жетекші дөңгелектердің жартылай осьтердің арасында айналу күшін бөліп таратуға арналған. Басқаша айтқанда, дифференциалға жететін айналу күшінің 100% жетекші дөңгелектер арасында 50-50 және басқаша қатынаста, мысалы 60-40 бөлініп таратылуы мүмкін. Өкінішке орай қатынас 100-ге 0 де болуы мүмкін. Бұл кезде бір дөңгелек орнында айналып қалады. Бұндай жағдайлар көбінесе қыстың күні, қарда болады, батпақта, шұңқырға тұрып қалған кезде. Яғни бір дөңгелегіміз шұңқырға түсіп кетеді дағы, бір дөңгелегіміз сыртта қалған кезде жаңағы дөңгелек бір-ақ дөңгелек айналады. Осы кезде қатынас 100-ге 0 болады. Бұл құбылыс автомобильдің тайғанақтамауына, жүргізуші күн сайын тозған дөңгелектерді ауыстыруына мүмкіндік береді. Мынау дифференциалдың схемасы. Бұл схеманы да дәптерлеріңізге салып жазып алыңыздар. Алдыңғы жетекші құрылғысы бар автомобильдерде басты беріліс пен дифференциал беріліс қорабының қаңқасының ішінде орналасады. Мұндай автомобильдердің қозғалтқыштары ұзынынан емес, қозғалыс осіне көлденең орналасқан. Яғни қозғалтқыштың бастапқы айналу күші дөңгелектердің айналуына жазығынан беріледі. Сондықтан артқы жетекті құрылғысы бар автомобильдегі сияқты айналу күшін бағытын 90 градус өзгертудің қажеті болмайды. Кез келген басқа да тісті тегеріштер сияқты басты берілістің және дифференциалдың тісті тегеріштері майлағанды және күтіп қарағанды талап етеді. Үйкеліске түсетін бөлшектер және тісті тегеріштердің тістері әрқашанда майланып тұруы тиіс. Сондықтан артқы білдектің
картеріне, артқы жетекті құрылғысы бар автомобильдерде немесе беріліс қорабының картеріне басты беріліс дифференциал, алдыңғы жетекті құрылғысы бар автомобильдерде май құйылады. Олардың мөлшерін әлсін тексеріп тұру қажет. Тісті тегеріштерге құйылатын майлар тығыздалмаған, жалғанған жерлерден, тозған май ұстағыш тығыздауыштардан ағып кетуге ыңғайлы болып келеді. Басты беріліс пен дифференциалдың пайдалануы. Кез келген картер сыртқы ауамен қатынаста болуы керек. Қатты тығыз жабылған тісті тегеріштер бар қорапта және майдан жылу бөлінеді. Күніне 2 ретте май құймас үшін кез келген картердегі кішкене бөлшекті сапуынды бөлу керек. Бұл желдеткіш тесігін жауып тұратын серіппеге кигізілген қақпақ немесе түтікше. Мұндай қиын емес жұмыстан кейін кейбір жерлерден май ағу тоқтайды. Жүргізушіге автомобильден естілетін кейбір түсініксіз дыбыстар естілуі мүмкін. Мұндай дыбыстарды есту үшін естігіш қасиеттер жақсы болу керек. Автомобильде отқанда андырауы тықырлау және сықырлау дыбыстары жүргізушіге естілуі мүмкін. Басты берілісін және дифференциалдың басты ақаулары. Үлкен жылдамдықпен қозғалыс кезінде естілетін шу басты берілісінің андырауы, тісті тегеріштің тозуынан, олардың дұрыс реттелмеуінен, немесе басты берілістің картерінде майдың болуынан пайда болады. Мұндай ақауларды жөндеу үшін тісті тегеріштердің іліністерін реттеу, тозған бөлшектерді ауыстыру, майдың мөлшерін қалпына келтіру керек. Майдың ағуы тығыз жалғанбаған жерлерден немесе тығыздауыштардан болуы мүмкін. Мұндай ақауларды қалпына келтіру үшін тығыздауыштарды ауыстыру, бекіткен жерлерді қайтау керек. Ал студенттер, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге тапсырма, осы материалдан қысқаша конспект жазып, берілген схемаларды дәптерге жазып салып алу және де интернеттен қосымша материал іздеу осы тақырыпқа.